Сәлем достар, бүгін біз 10 минутта дайын болатын тағам дайындайтын боламыз. Ең бірінші пиязымызды турап аламыз. Тауықты өзіңіз қалаған бойынша турасаңыз да болады. Мен осылай өзіме ыңғайлы болғасын осылай турадым тез-тез. Картопты, сәбізді барлығын орташа көлемде қылып турап шықтым. Помидор, ас бұршағын салдым. Өз қалауыңызша тәтті бұрышты да салсаңыз болады. Сәбізді де дөңгелетіп, шұқалап турап шықтым. Тәтті бұрышты осылай орташа майда қылмай турап алдым. Дәу қылып та тураса болады. Ас бұрышын салдым. Приправа, тұз салдым. Осылай жақсылап араластырып, езіп-езіп қолмен пияздарын соғу кезде дәмдірек болады. Тауыққа арналған приправа салдым. Одан осындай пакет арнайы. Печкада пісіруге арналған пакет. Барлығын салып алдым. Сөйтіп жауып, печкаға 180 градусқа 30 минутқа қойдым. Мінекей, осындай 30 минуттың ішінде тамағымыз дайын болды. Барлығын әдемілеп тіркейге салып, дастарханға қоя берсеңіз болады. Астарыңыз дәмді болсын.